Баршаңызға сәлем, сіздермен бүгін тұздалған қияр дайындайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Алдағы уақытта басқа да рецепттермен бөлісетін боламын. Ең алдымен қиярымызды осындай жаңа қолданылмаған шашықпен сыртын ысқылап жуамыз. Содан соң барып тағы да бір шайып жібереміз. Міне осылай видеодағыдай шашығымызбен сыртын ысқылап жуамыз. Қанша дегенмен сыртында микробтар өте көп болады және дәріленген болуы да мүмкін. Содан соң суымызды төгіп, екінші рет шайып жіберіңіздер. Міне бізде қиярымыз дайын. Енді алдын артын осылай пышақтың көмегімен кесіп, бір ыдысқа саламыз. Міне салып болдық. Енді оның үстінен мұздай су құйып, 5-6 сағатқа қойып қоямыз. Менде қиярлар 5-6 сағат тұрды. Енді банкілерге осылай сарымсақтан 5-6 және де бүтін қара бұрыштан саламыз. Лавр жапырағы, болгар бұрышы барлығын мөлшермен салып шығамыз. Қиярды суға салған себебіміз қанша дегенмен ол солыңқырап тұрады. Егер суға салсаңыздар, кішкене өзінің формасын ұстап, қытырлап тұратындай болады. Міне лавр жапырағын, болгар бұрышын салдық. Енді келесі зонтиктеміз. Осындай зонтиктен де кішкенеден салып жібереміз. Содан соң хрен жапырағы бар, оны да саламыз. Соңында қиярларымызды тігінен орналастырып шығамыз. Міне видеодағыдай етіп орналастырсаңыздар болғаны. Бізде банкілеріміз барлығы дайын. Енді 2 ас қасық тұз және 1 ас қасық шекер қосып шығамыз. Барлығына сондай. Көп мөлшерде қосып жібермеңіздер. 2 ас қасықты толтырмай тұз саламыз және 1 ас қасық шекер саламыз. Содан соң барып үстінен қайнаған су құямыз. Қайнаған суды да ақырындап құйыңыздар, себебі банкымыз сынып кетуі мүмкін. Міне осылай кішкене шайқап жіберіңіздер арасында. Содан соң барып суымызды құямыз. Банкілеріміз дайын болды. Енді алдын ала қайнаған суға салынған крышкаларымызды жай ғана бетіне жауып шығамыз. Алдын ала кастрөлкеге су құйып қайнатып қойыңыздар. Сол кастрөлкеге қазір сүлгі төсеп, оның үстіне осы банкілерді орналастырып шығамыз. Міне видеодағыдай етіп орналастырып шығамыз. Содан соң барып кастрөлкенің беті жабылса, жауып қойыңыздар. Жабылмаса ешқандай зияны жоқ. Орташа отта қайнап тұрса болғаны. Міне 12 минут қайнаттым. Енді әрқайсысының бетін ашып, 1 ас қасық уксус қосамыз. Егер де сенімсіздеу болсаңыздар, әрқайсысына 1 аспириннен де салып шықсаңыздар болады. Міне бізде дайын болды. Енді жапқышпенен жауып шығамыз. Жауып болғаннан соң осылай төңкеріп, ары-бері аунатып, су аққан ақпағанын біліп көріп алыңыздар. Және бұл банкілер 2 күн осылай төңкеріліп тұрады. 2 күннен соң аудара берсеңіздер болады. Міне дайын болды. Сіздермен болған Жансая.